Мен дайым айтып берем, омат деген бар. Омат. Бүгін қордықтасың, бүгін орчылықтасың, бүгін сен ешкім түшінбей айтады, субханалла. Bir ертең Алла Таала оматты балким саған 40 жашыңда береді, 60 жашыңда береді. Балким балаң себепті береді, балким қызың себепті береді, балким күйеу балаң себепті береді. Оматты білбейсің сен. Бүгін кепедесің, ертең хан сарайда жашың мүмкін. Бүгін көшеде жүресің, ертең субхана жиппенен жүрішің мүмкін. Бұл омат деген ушундай ооп келет адамгачы.